Шақановтың өлімін күткен шакал. Қызыл қарғыбау таққан мына төбет Мұхтар Шахановтың көзі жұмылған сәтте абалап эфирге шықты. Назарбаевтың өмір бойы қолшоқпары болып, маймылы болып, Назарбаевтың тапсырмасымен әр жолғы үлкен саяси жұмыстар кезінде тіл мәселесін көтеріп, халық назарын басқаға аударатыны, қазақтың классик тарихшысы, жазушысы Мұхтар Мағауинді жалалап, қаралап, елден кетіріп, ең соңында шетелде топырақ бұйыратын тағдырына себепші болған да сол адам. Шақанов кім? Серікжан кім? Шақанов деген ғаламшар, Шақанов деген галактика, ал Біләш деген аспанға қарап өріп жүрген қорадағы көпек ит. Күні кеше атажұрттың құрамындағы 19 қазақты соттатып жіберген аздай эфирге шығып, марқұм Мұхтар Шахановтың атына күйе шағып отыр. Адам ретінде мен оны жақсы адам деп айта алмаймын. Жалақорлықтың шыңына шыққан, тұлғашылдықпен ауырған, саяси арсыздықпенен айналысқан адам. Мен Шахановты кешірмеймін деп көкейді. Кешір. Ғұмырыңда неге кешіресің сен? Сенің кешірмегенің бірдеңе өзгертеді деп ойлайсың ба? Сен бірдеңе екен деді деп қазақ ұлты Шахановтай ұлы перзентін жүректерінен түсірмейді. Тегіңде тек атпаған, көрген тәрбиең кем, жүрісің сайқал, сөзің сұйық кәпірсің ғой сен. Әйтпесе Шахановтың көзі жұмыла сала, жамбасы жерге тиер-тиместі жамандап, бетіңе сідігің шашырап, шабалаңдап эфирге шығар ма едің? Шаханов тұлға, Шаханов қайраткер, Шаханов ұлы қазақ, ұлы ақын. Горбачев байқамай, мынау Шахановқа 3000 сөздеріндегі тапсырма беріп. Содан кейін маған сөз беріп келгенде мен арал жөнінде бір ауыз сөз айтқан жоқпын, желтоқсан шындығын жай салдым. Біләш бәдік айтқандай, Назарбаевтың айтқанымен жүрген адам емес бұл. Тіпті ескі Қазақстан кезеңінде қудалау көрген қайраткер. Шахановқа Қазақстанның еңбек ері деген зор атақ берген, көзі тірісінде ұлықтаған президент Тоқаев. Мен бүгін Мұхтар Шахановқа Қазақстанның еңбек ері атағын беру туралы. Өйткені Шаханов қазаққа қазақты ғана емес, қазаққа қырғызды да дос еткен қайраткер. Шыңғыс Айтматовпен достығы талай аңызға арқау болған достық. Ал Біләш кім? Біләш деген былықшы, Біләш деген бүлікші. Шахановты қаралау арқылы қалың қазақтың ішіне іріткі салуды көздеп, аузына келгенде құсып отыр. Қалған қазақ қырсықтысың, лайық баспайтын. Саусағыңды көбірткі жесін. Бірақ Біләштің бұл жырағы Шахановтың асқақ абырайына көлеңке түсіре алмайды. Асқақ күйде өмірден өткен асыл адамның есімі ел жадында мәңгілік сақталады. Ал Біләш секілді оңбағандар оттап жүріп опат болады. Енді қазақтарға айтам, қолдан құдай жасап табынып үйренген қазақ. Қолдан құдай жасап біреуді мінсіз пәк қылып үйренген қазаққа, құл саналы, тобыр саналы қазаққа айтамын. Бұдан арылыңдар. Құл саналы деп тілдеп, тобыр деп табалап отырған бұндай итке сонда да сене бересің бе? Өзің біл ендеше.